Көлік және коммуникация министрлігі елдегі су көліктеріне бақылауды күшейтті. Өткені былтыр суда 21 апат болып, қайықтардың қақтығысуынан 14 адам көз жұмса, биыл 6 адам қайтыс болған. Енді министрлік өкілдері су көліктерінде экипаж мүшелері мен құтқару құрылғыларын үнемі тексерістен өткізіп отыратын болады. Судағы қайғылы оқиғаларға қайықтарда қауіпсіздік ережелерінің сақталмауы себеп болады. Сондықтан да су көлігіне мінгенде қарапайым қағидат қауіпсіздік жилетін киген жөн. Бұл ереже өткен жылдан бастап енгізілді. Өйткені Есіл өзенінде қайықты жалға беру станциясы құрылғалы, шағын су көліктерінің саны еселеп артқан. Қалалықтардың шомылуларына арналған бірнеше жағажайдың бар екенін ескерсек, жоғары жылдамдықпен жылжитын шағын көлемдегі скутерлер мен моторлы қайықтарды су айдында ережесіз пайдалану адам өліміне әкелетін апатты оқиғаларға жол ашуы мүмкін. Перевесил себя, и не упал в воду. Қауіпсіздік жилетін кимесе су көлігіне отырғызбаймыз. Одан кейін қайық отырғанда орнынан тұруға, шайқалтуға, суға секіруге болмайды. Біз қайықты жалға алушыларға осы қауіпсіздік ережесін түсіндіреміз. Жыл басынан бері республика бойынша қауіпсіздік ережесін сақтамауға қатысты 79 құқық бұзушылық анықталып, 19 шағын кеменің пайдалануына тыйым салынды. Бұлардың ішінде ең жиі кездесетіні, яғни тіркелмеген кемемен жүру, су көлігін басқару құқығы болмау, және құтқару құралдары болмау. 2001 жылы Қазақстанда шағын кемелердің саны 10 мың болса, қазір ол 30 мыңды құрайды. Ал Астанада 26 өзен және 233 шағын көлемдегі флот тіркелген. Жыл басынан бері су көліктерінің қауіпсіздік ережені сақтамағандығынан 6 адам қаза тапты. Сондықтан да елдегі барлық қайықтар техникалық тексеруден өткізіліп жатыр. Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары тамыз айының аяғына дейін жалғасады. Шалқар Қожаев, Жанболат Қобдыбай, Еуразия бірінші арнасы.